Адамдар өзінің кім екені және қолынан не келетіні туралы наным-сенімін қаншалықты жиі шектейді деп ойлайсыз? Бұрынырақта бір рет жолы болмаса, болашақта да жолым болмайды деген пікірге ұрынып, соған өлердей сеніп қалады. Ақырында көңілім қалады деп қорқып, өзінше реалист болуға тырысады. Шындыққа тура қарайық деп жиі айтатын адамдардың басым бөлігі шын мәнінде тағы да сәтсіздікке ұрынудан өлердей қорқып, үреймен өмір сүріп жүр. Осы үрейдің күшімен олар көп ойлануға мәжбүрлейтін, қандай да бір іске бел шешіп кірісуге ырық бермейтін наным-сенім қалыптастырады. Және соның салдарынан көңіл көншітпейтін нәтижеге қол жеткізеді. Ұлы көшбасшылардың арасында реалистер сирек. Олар ақылды, тиянақты, бірақ жалпыға ортақ өлшеммен алып қарасақ, реалист емес. Бір адамның шындық деп таныған дүниесі енді біреу үшін мүлде шындыққа жанаспауы мүмкін. Өйткені ол әр адамның жеке пайымы. Ганди Ұлыбританияға қарсы ешқандай да күш қолданбай-ақ Үндістанның тәуелсіздігіне қол жеткізуге болатынына сенді. Бұл оған дейін ешқашан ешкімнің ойына кіріп шықпаған әдіс болатын. Ол реалист емес еді, бірақ өз шешімінің әділдігін сөзсіз дәлелдеді. Ал апельсин тоғайының қақ ортасынан ертегі саябақ тұрғызып, адамдарды ол жерде сауық сайран құруға ғана емес, өзімен бірге үлескер болуға шақырып, күллі адамзатқа бақыт сыйлап алатынына кәміл сенген адамның түсінігі реалистік көзқарасқа жата ма? Ол уақытта дүние жүзінде мұндай саябақ атымен болмаған. Соған қарамастан Уолт Дисней өз күшіне сенді, ал оның өмірге құлшынысы барлық қиындықты еңсерді. Егер өмірде қателік жібергіңіз келсе, мүмкіндіктеріңізді асыра бағалаймын деп қателесіңіз. Әлбетте асыра сілтеу өміріңізге қауіп төндірмесе болғаны. Әйткенмен, бұлай істегендердің бәрі қателеспеуі мүмкін. Себебі адам баласының қарым-қабілеті өзі ойлағаннан әлде қайда күшті болып шығып жатады. Асылында ғалымдар күйзеліске тап болған адамдар мен ерекше оптимист жандар арасындағы айырмашылықты көп зерттеген. Пессимистер жаңа бір машықты меңгеруге талпынған сайын өз әрекеттерін нақты бағамдаса, оптимистер өз әрекеттерінің шын мәніндегі бағасын асыра сілтеуде алдына жан салмайды екен. Соған қарамастан, олардың жұмыс істеу қабілетіне берген шындыққа мүлде жанаспайтын бағасы болашақта табысқа жетуінің кілтіне айналған. Соңында оптимистер қажетті машығын меңгереді де, пессимистер сәтсіздікке ұшырайды. Неге? Оптимистер табысқа жететініне немесе тіпті сәтсіздікке ұшырайтынына дәлел келтірмейтін, ешқандай наным-сенімге пысқырып та қарамайтын. Менің жолым болмайды, мен табысқа жете алмаймын деген сияқты пайымдарға жүгінбейтіндер. Оның орнына оптимистер өз күшіне сенім артады. Қиялына ерік береді, өздерін сөзсіз табыс әкелетін айрықша іс тындырғалы жүрген жандай елестетеді. Бұл ерекше қасиет, ешкімге ұқсамайтын жинақылық пен табандылық олардың бастаған ісін соңына дейін жеткізіп, табыстың шыңына жеткенге дейін алған бетінен қайтпауына ықпал етіп отыр. Ал кейбір адамдардың табысқа жете алмауының себебі бұған дейінгі өмірінде табысқа жете алатынын дәлелдейтін пайымның болмауы. Алайда оптимистер өткен шақ болашаққа үлгі бола алмайды деген наным сенімге сүйенеді. Әйгілі көшбасшылар қандай да бір салада толағай табысқа жеткен жандар кейбір дүниелерге әлі де қолы жетпесе де, мақсатқа табандап жетуге көмектесетін күштің не екенін біледі. Егер сіздің бойыңызда нақты наным сеніміңізді қалыптастыратындай сенім болса, қалаған нәрсеңізге, соның ішінде басқа біреулер үшін мүмкін емес дүниелерге де қол жеткізе аласыз. Әрбір ақиқат тек адам баласының қиялынан ғана өзінің шынайы, айқын бейнесін көреді. Өмірдегі кез келген өнер туындысын дүниеге әкелетін тапқырлық емес, адамның қиялы. Джозеф Конрад. Каналға жазылып лайк пен пікірді ұмытпаңыз.